Бүгін жастар арасындағы құқық бұзушылық деген не сұрағына жауап береміз. Жастар арасындағы құқық бұзушылық қоғамдағы маңызды әлеуметтік мәселе. Бұл жасөспірімдер мен жастардың заңға қайшы әрекеттер жасауы. Мысалы, ұрлық, бұзақылық, төбелес, андализм және басқа да құқыққа қарсы іс-әрекеттер. Әкімшілік құқық бұзушылықтар, қылмыстық құқық бұзушылықтар, мектеп ішіндегі тәртіп бұзушылықтар. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 11 бабына сәйкес, қылмыс сипаты мен қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай онша ауыр емес қылмыстар, ауырлығы орташа қылмыстар, ауыр қылмыстар және аса ауыр қылмыстар деп бөлінеді. Қылмыстық жауапкершілік көбіне 16 жастан, кейбір қылмыстар үшін 14 жастан басталады. Негізгі себептері: отбасындағы тәрбие мәселелері, ата-ананың бақылауының аздығы, немқұрайдылық немесе керісінше қаталдық. Экономикалық жағдай, жұмыссыздық, материалдық қиындықтар кейде құқық бұзушылыққа итермелейді. Әлеуметтік орта, дұрыс емес достар ортасы, көшедегі ықпал, теріс үлгілер. Интернет пен әлеуметтік желілердің әсері, зорлық, зомбылықты насихаттайтын контент. Қоғамдық тәртіпті бұзу, ұсақ бұзақылықтарға көбіне айыппұл немесе ескерту беріледі.